Сәлем достар, бүгін сіздермен ұмыт қалған тамақ, макарон тамағын дайындаймын. Оған 400 грамм макаронды алдым, ірі макарон. Оны қайнап тұрған тұзды суға қайнаттым. Әлсін араластырып тұрдым оны. Жиырма минут қайнады. Осылайынша жайлап отқа қойдым. Енді піскен макаронымызды суық суға салдым. 1-2 минут салып қойдым. Бір-біріне бірігіп қалмау үшін. Енді оны қайтадан суық судан сүзіп алдым сүзгішпен. Сөйтіп тостағанға салып қойдым оны. Күнде етті тамақ жегеннен арасында осындай етсіз тамақ жегенді ұнатады балалар. Енді дайын болған табамызға май жағып, макаронды табаға жайғастырамын. Макаронымыз біраз пісіп қалды. Міне осылайынша жайғастырып алдым бәрін. Енді оның үстіне сүт құйдым. Азырақ сүт құйып шықтым және тұз салдым. 7-8 жұмыртқаны осылайынша шағып үстіне құйдым. Макаронның үстіне. Сөйтіп духовкаға 15 минутқа қойып қойдым. Енді макаронымыз дайын болам дегенше үккіштен сиырымызды өткізіп дайындап қойдым. 15 минут уақыт өтті. Макаронымыз дайын болды. Енді оның үстіне үккіштен өткізген сиырды жақсылап үстіне жайғастырып қойдым. Сөйтіп духовкаға салдым 2-3 минутқа. Неке тамағымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді тамақ дайын болды. Арасында сіздер де осылайынша жасап берсеңіздер, балаларыңыз сүйсініп жейді. Енді осылайынша кесіп алдым. 4 бұрыштап тарелкаға салып, әдемілеп. Үстіне туралған укроп, петрушканы салып сеуіп, осылайынша балаларға берсеңіздер болады. Өте дәмді, сүйсініп жейді. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.